сізде жаңа видео. Сәлем. Бүгін мен видеоны кішкене ерекше қылғым келіп тұр. Бүгін мен сіздерге кітап оқып беретін боламын. Осындай әсерлі музыка қосып қойдым. Және бүгін біз осындай ескі кітапты оқитын боламыз. 5 ғасыр жырлайды деген кітап. Мен осы уақытқа дейін тек даусымды естіп келген боларсыздар. Ал енді менің жүзімді көріп отырсыздар. Бұл кітап ескі болғанымен, бірақ ішіндегі сөздері өте мағыналы әрі әсерлі. Қазір белгіленген жерлерді мен оқып беретін боламын. Шынымды айтсам, бұл кітап осындай кейбір беттері түсіп қалған, мөлшері жоқ, тұтыда да бар, және белгіленген жерлерді ғана оқып беретін боламын. Ол белгіленген жерлер болғанда мәселен қандай көрсетемін. Белгіленген жерде кітапта сөздер бар, соларды оқып беретін боламын. Бұның барлығы бізге өте қатты қажет, сондықтан мен сіздерге соны оқып бергім келіп отыр. Кеше бастайық. Бұл кітап бар ма екен білмеймін. Енді менде тек осындай түрі бар. Қараңыз, мына жерлерде түсіп қалған. Енді бұны сонау қанша жылдан бері болғандықтан осындай кітап. Ендеше бастайық, иә. Жалп-жалп ұшқан жапалақ, аттансаң жазы түсте көрерсің. Жаман туған бар болса, жаман жолдас көп болса, жазаны содан көрерсің. Даусым. Келесі. Жапалақ ұшпас жасылдау, жақсылардың өзі өлсе де сөзі сау. Ойлап тұрсам жаманның, жалаңтаған өз басына тілі жау. Дүбір-дүбір шу көрген, түлкішек түлкің жетер басың-ай. Түлкідей құйрық тастаған, жаман пиғылың жетер басың-ай. Бұл бізде қазірде болып жатқан актуальный нәрсе ғой. Соны өзі кітапқа жазып кеткен. Мен бұны сіздерге оқып беремін. Сіздерге Ақтамберді жырауды оқып бергім келіп отыр. Ақтамберді жырау 1675 жылы оңтүстік Қазақстанда Қаратау бойында ауқатты семьяда дүниеге келеді. Болашақ жырау Жамағайын туысы Бердіке деген батырдың қолында өседі. Ақындық талантын тым ерте 10-11 жасында танытқан. Ақтамберді 17 жасынан бастап қазақтардың Орта Азия хандықтарымен арадағы соғыстарына қатысады. Өзінің жанкешті ерлігімен, ақыл-айласымен көпке танылады. Талай рет өлім аузынан қалады. Бірде тіпті жортуылда жаңа қолына түсіп, өлім жазасы орындалар қарсаңда ғана қашып құтылады. 1723 жылы қазақтар ойратардан ойсырай жеңіліп, бүкіл оңтүстік және шығыс аймақтың айырылған шақта Ақтамберді атақты батыр, орта жүздің рубасы, ақсақалдарының бірі еді. Батыр жырау өзінің белсенді ісімен де, жалынды жырымен де жоңғарға қарсы күресті. Ұйымдастырушылардың бел ортасында болады. Қазақ жасағының алдыңғы сапында шайқасады. Жоңғар мемлекеті жасағының алдыңғы сапында шайқасады. Жоңғар мемлекеті бір жола талқандалып, жаудан босаған шығыс бетке қарай қайта қоныстану кезінде Ақтамберді қазақ руларын атамекенге бір жола орнықтыру ісінде зор қызмет атқарады. Батыр жырау 93 жасында 1768 жылы қайтыс болады.
жыраудың жартылай құлаған күмбезі қазір Семей қаласы Абай ауданы Жданов совхозының шегіндегі Жүрек жота деген төбенің басында тұр. Тағы бір өлең шумағы болсын, Ей азаматтар, шоралар, атты мінсең зордымын, биік біткен теректей, қару алсаң мылтық ал, қарның ашса тамағың, жаяу жүрсең таяғың, оқ келсе панаңды, найза тисе қалаңды, тобылғының беректей, мекені іздеп нетесің, мекеге қашан жетесің, әзір меке алдыңда, пейіліңмен сыйласаң, атаң менен анаңды. Мінезді болса алғаның, одан артық жар бар ма? Екі жаман қосылса, күнде жанжал, күнде шу, ұяларлық ар бар ма? Білімді туған жақсыға, залал қылмас мың қарға, жаман туған жігітке рахатты күн бар ма? Өз мінін білген жігіттің тәлімінде мін бар ма? Мал басы өскен адамның алды-арты бұрқар бұл болар, көтере алмай дәулетін көрінгенге бұл болар. Не боларды білмейді, өзінен өзі зор болар. Жетім менен жесірге қызары ылғи ор болар. Онымен жолы болмайды, біреуден қайтып қор болар. Балаларыма өсиет. Қылмаңыздар кепиет, бірлігіңнен айырылма. Бірлікте бар қасиет, татулық болар береке. Қалмасын жұрт келеке, араз болсаң алтауыз, еліңе кірген әреке. Талпынып салдым егінді, ішсін деп әркім тегінді. Ақылың барың ұғарсың, ойың болса сезімді. 90-ға жас келген соң, өлім жақын көрінді. Бар арманым айтайын, батырларша жорықта. Өлмедім оқтан қайтейін, ел аман болсын ылайым, тілегім берді бәрінде, разымын Құдайым. Өте керемет сөздер, Ер балаға айтқан. Ұл 15-ке келгенше, қолға ұстаған қобызын. Ұл 15-тен асқан соң, тіл алмаса тоңызын. Не бетіңмен қорғайсың, жауға шардың тоғызын. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер сізге видео ұнаса, екінші часть түсіретін боламын. Кітап өте көп, ішінде айтылатын сөздер өте ерекше. Барлығын оқып беруге дайынмын. 5 ғасыр жырлайды. Ішінде барлық айтылған оқуға кеңес беремін. Сау болыңдар.